ақын, ағартушы, қазақтың жазба әдебиетінің және әдеби тілінің негізін салушы Абай Құнанбайұлы Шығыс Қазақстан облысы Абай ауданында Шыңғыс тауының бауырында дүниеге келді. Абай атақты тобықты руынан Ырғызбай деген тобынан тарайды. Ол ауыл молдасынан оқып жүрген кішкентай кезінен-ақ зеректігімен көзге түседі. Кейін ол Семей қаласында 3 жылдық медреседе тәрбие алады. Абай көпті көрген әжесі Зеренің тәрбиесінде болды. Шешесі Ұлжан да ақылдананың бірі болған. Әкесі Құнанбай өз заманында ел басқарған адам болды. Ол ел билеусіне балаларының ішінде Абайды баулып араластырады. Абайды оқудан шығарып алуды сол билікке ұлын қалдыру мақсатында болатын. Әке еркімен ел ісіне жастай араласқан Абай тез есейіп, балалықтан да ерте айырылып, жастайынан ел ішіндегі әңгіме, сөз өнерін, билердің шешендік өнеріне құлақ салып, өзінің ерекше талантымен бойына сіңіре білді. Әке шешесінің қасында жүрсе де жас Абай оқудан қол үзбеді. Бос уақытында қазақтың мәдениетін, араб, парсы, шағатай тілдерін үйренеді. Шығыс әдебиетінің алыптары Низами, Қожа Хафиз, Науаи, Физули тағы басқа ақындардың өлеңдерін жаттап өседі. Кейін ол орыс әдебиеті мен тілін өздігінен үйреніп, орыстың ұлы ойшылдары Пушкин, Гоголь, Лермонтов, Некрасов тағы басқалардың шығармаларымен танысады. Сонымен бірге ағылшын ғалымы Дарвиннің, Шекспирдің шығармаларын оқиды. Соның арқасында дүние танымын кеңітіп, білімін шыңдай береді. Ақынның шығармашылықпен еркін араласуы 1860 жылдар болды. Ол кезде Абай өлеңдерін басқа аттармен жариялаған. Тек 1886 жылы Жаз деген өлеңінен бастап өз атын қоя бастайды. Ақынның жаз, көз, қыз, жазғы тұрым, сонымен қатар жасымда ғылым бар деп ескермедім. Ғылым таппай мақтанба, интернатта оқып жүр. Сегіз аяқ өлеңдерін сол кездегі әлеуметтік жағдайларды түсіну үшін маңызы зор болды. Сұр болт түсі суық қаптайды аспан, күз болып дымқыл тұман жерді басқан. Білмеймін, тойғаныма, тоңғаныма, жыл қойнап, бие қашқан, тай жарысқан. Жасыл шөп, бәйшешек жоқ бұрынғыдай, жастар күлмес, жүгірмес бала шулай. Қайыршы шал кемпірдей түсі кетіп, жапырағынан айырылған ағаш қурай. Біреу малма сапсиды салып иін, салбыраңқы тартыпты жыртық киім. Енесіне ертіп шуда жібін, жас қатындар жыртылған жамай дүйін. Қаздырна қатарланып қайтса бермен, астында ақ шомшы жүр ол бір керуен. Қай ауылды көрсеңде жабыраңқы, күл койын көрінбейді сейіл серуен. Кемпір шал, құржан қағып бала бүрсең, көңілсіз қара суық қырда жүрсең. Кемік сүйек, сорпа су тимеген соң, үйде ит жоқ, тышқан аулап қайда көрсең. Күзеу тозған, оты жоқ елдің маңа, тұман болар жел соқса шаң тосаңа. От жақпаған үйінің сұры қашып, ыстан қорыққан қазақтың құрсын заңа. Туған халқын сүйіп, оны қасіреттен құтқаруды, бодандыққа қарсы Абай халқын оятып, береке бірлікке шақырды. Туған халқы да Абайын сүйіп, қатты құрметтеді. Өмірлік мағынасы зор өлеңдерін жатқа айтып, тұмардай сақтады. Шынында да әр сөзі теңіздің тереңіне тартқан мың батпан ойдан туған, кісіге берер шабыты мен шапағаты мол Абай әр қазақтың бағдаршам іспетті. Ол ұлы ақын, композитор, философ, саясаткер, ағартушы, қазақтың реалистік және жазба әдебиетінің негізін қалаушы. Қазақ деген ұлт өлмейінше Абайдың есімі де, оның мұрасы да өлмек емес. Ол қалдырған күй даланы кермейді, ұшқан оттай құс қанатын сермейді, тыңдар құлақтығында алып қалмаса, бас бөлсе де Абай сөзі өлмейді.